Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздерге жеті шелпектің оңай әрі жылдам пісіру жолын ұсынатын боламын. Небәрі 15 минутта дайын болатын бұл шелпек өте дәмді әрі жұмсақ болып пісіп шығатын болады. Ол үшін видеоны соңына дейін қараңыздар. Електен өткізіп алған ұнымызға секерімізді, тұзымызды, қопсытқышымызды, 2 ас қасық майонезімізді қосып, жылы сумен қамыр илейтін боламыз. Өте қарапайым құрам бөліктер болып саналады. Жылдам әрі жұмсақ болып пісетін бұл шелпектің дәмі өте ерекше болып шығады. Жасап көруге кеңес беремін. Мінекей дәл осындай қамырымыз дайын болды. 7 бөлікке бөліп, кішкентай зуала қылып жасап алып, 5 минутқа тындырып қоямыз. Өз бойын алғанша. 5 минут уақытымыз өтті. Енді оқтаудың көмегімен барлығын жайып аламыз. Осы орайда табамызды май құйып қыздыра берсек те болады. Осындай дөп-дөңгелек етіп жайып шығамыз барлығын біркелкі. Қызып тұрған майымызға шелпектерімізді салып пісіріп аламыз. Бастапқыда қозғамаймыз. Біздің көтеріліп келген шелпегіміз басылып қалмау үшін. Содан кейін ғана шанышқының көмегімен жаймен ғана баса отырып, барлық жерін тетіндей етіп қызартып пісіріп аламыз. Өте қатты қызартудың да қажеті жоқ, себебі шелпегіміз қатты болып қалуы мүмкін. Шамалы қызартып, екінші бөлігінде дәл солай пісіріп алатын боламыз. Егер шелпектеріңіз қатты болып қалмасын десеңіздер, барлығын пісіріп болғаннан кейін жаңағы салфан пакетке кигізіп қойсаңыздар, өте жұмсақ болып тұратын болады. Бұл шелпектің жасалу жолы өте қарапайым, жылдам дайын болатын шелпек. Сіздердің кәделеріңізге жараса өте қуанышты боламын. Рамазан айының соңғы күндері иіс шығарылады. Осы иіске арнап мінекей 7 шелпегімізді пісіріп жатырмыз. Тілеген дұға тілектеріміз қабыл болып, келесі Рамазан айына аман есен жету нәсіп етсін барша мұсылман қауымға. Мінекей біздің шелпектеріміз дайын болды. Өте әдемі әрі жұмсақ. Ең бастысы өте жылдам дайын болатын шелпек түрі. Жасап көруге кеңес беремін. Достар, егер видеом ұнап жатырса, арнама тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Замира. Астарыңыз дәмді болсын.